Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін қаламгер, публицист Махмұт Ышқария атындағы халықаралық сыйлықтың иегері, Қазақ пен клубы, Мұхтар Әуезов атындағы сыйлығының лауреаты Қуандық Түменбай бүгінгі қоғамның қоян-қолтық қаралысып, бүгінгі уақыт тынысымен бірге дем алып, бүгін заман болсын зер салып жүрген жазушы. Оның шығармаларында қозғалған тақырыптар аясы кешегі және бүгінгі қоғамның шынайы бет-бейнесін, адамдардың ауылда аласапыран тағдырын қамтиды. Бүгін мен сіздерге жазушының "Біздің үйдің солдаттары" атты әңгімесін баяндап беретін боламын. Бұл әңгімедегі жазушы кейіпкерлері соғыстың бүкіл ауыртпалығын иығымен көтерген кәрі солдат Бердияр мен жас солдат Мақсат, және де Бердиярдың ағасы Жанайдар қарт, үйдің кішісі Өрген. Жазушының қай шығармасын оқысаңыз да жусан иісі бұрқыраған ауыл азаматтарының тыныс-тіршілігін көре аласыз. Жазушы кейіпкерлері мінез-құлық, іс-әрекеттері қарама-қайшы кейіпкерлер, яғни арлылық пен арамдық, жақсылық пен жамандық, мейірім мен зұлымдық иелері. Адамдарды бұлай екіге бөлу олардың бір-бірін мойындамайтыны, бір-бірін жоққа шығарғанынан туған секілді. Сол арқылы жазушы өз шығармаларында теріс әрекетке саналы түрде барады. Кейіпкерлердің іс-қимыл, мінез-құлқын әшкерелей баяндайды. Мысалы, Бердияр ұлы отан соғысына қатысқан майдангер. Момын, көп сөйлемейтін, тұйық жан болса, ағасы Жанайдар ашық, бірбеткей, тіке жан. Үнемі інісіне ақыл айтып, жол көрсетіп отырады. Ал Бердияр қарт ағасына қарсы шыға алмай, ағасын қатты сыйлайды. Түменбай жазушы ретінде ойға алған, өзі мазалаған әрбір тақырыбының жанрын дәл тапқан суреткер. Қысқа әңгімелерінің әрқайсысы үлкен мағынаға ие. Біздің үйдің солдаттары хикаятындағы мақсат көшпен көрген ұлы той деп Ауғанстанға аттанып, бейбіт тұрғындардың тынышын алған жақсы сарбаздардың бірі. Әскерге кеткенде 6 ай бола салып, мүгедек болып, бір қолын беріп оралады. Кеңестік биліктің бұл масқара соғысына 500,000 азамат қатысып, 15,000 сарбаз қаза тапты. Мыңдаған адам мүгедек болып қалды. Ойран болған отбасы, жалғызынан айырылған ата-ана, өмірі қиқаша болған жапырас мүгедек майдангерлер. Құрметті оқырман, егер Қуандық Түменбайдың шығармаларын алып оқығыңыз келсе, нөмірі 5 қалалық кітапханаға келіп алып оқуларыңыз болады.